Оқушылар, үй тапсырмасына тиянақты дайындалғансыңдар. Бүгінгі күнгі жаңа сабағымызға көшпес бұрын барлықтар мына бір әнді мұқият әнді тыңдаңдар және бұл әннен қандай әсер алыңдар. Анадан алғаш туғанда жыладым неге дауыста, кіндікті кесіп қиғанда анамнан кеттім алыста. Бір күнде жылап дамыл бермей ояттым неге анамды, емізген мені қиын көрмей алды ғой демей мазамды, алды ғой демей мазамды. Бұл ән кімнің шығармасы? Әннің аты қандай? Бұл ән Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармасы және де аты анадан алғаш туғанда. Жақсы, тамаша. Әнді естіп отырып қандай сезімде болдыңдар? Ананың құдіреті туралы және де ана біздің өсіріп бағып келгені туралы осы өлеңде айтып кетті. Тағы? Мен өзім анамды елестеттім. Мені қалай бағып өсіргендігі туралы, күні құсын төрт бөліп, мен үшін жанын қиып баққандығы туралы елестеттім. Тамаша, дұрыс айтасыңдар. Әр адам қандай ең қымбат, ең аяулаған. Мен бұл өлеңді ести отырып, мен әлемдегі барлық аналарға рахмет айтқым келеді. Өйткені олар біздің тыныштығымызды күзетіп, біздің тәттілігімізді білуге тырысады. Жақсы, дұрыс айтады. Шәкәрім Құдайбердіұлының жалпы туралы не білеміз? Бұрыннан естігендерің бар ма? Қандай шығармасы бар? Шәкәрім Құдайбердіұлы ойшыл, философ, ғұлама және тарихшы. Жақсы. Өте тамаша, дұрыс айтасың. Тағы? Және де ол кісінің адамдық борышын дегеннен танымал өлеңдерінің бірі. Жақсы. Шәкәрім Құдайбердіұлының шын аты Шәкәрім. Жақсы. Тағы? Шәкәрім Құдайбердіұлы ол бес арыстың бірі. Ал жақсы, дұрыс айтады. Кейін бес арыстан атап жіберейікші. Бес арыстың бірі деді. Ғабил Мансұр. Бес арыстың бірі Шәкәрім Құдайберді, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов. Тамаша, өте жақсы. Тағы не білеміз? Және де мен осы қызым Николда мен адамдық борышын жаттаған едім. Сол балаларға айтып берсем осы. Жақсы, келе ғой, айтып бере ғой. Кәне, мына бізді бәріміз мұқият тыңдап, 10 балдық жүйемен бағалаймыз. Шәкәрім Құдайбердіұлы адамдық борышын. Адамдық борышын халқына еңбек қыл, ақжолдан айнымай асықта оны біл. Талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тол. Мақтанға салынба, мансаптың тағы үшін. Нәпсіне жолатпа, басыңның бағы үшін. Нәпсіне билетпе, басыңның бағы үшін. жақсы. Тез бағалап жүрейік. Сегіз балға бағалайық. Себебі ол кішкене тоқтап қалды және тағы мәнерлеп тағы да күштірек аталады деп ойлаймын. Наргиз негіз қабілеті бар дейсің. Жақсы, тамаша, иә? Тағы бір оқушы бағалап жүресін алып, мына топтан бір бағалап жүріңдер. Содан Мен мәнерлеп сегіз балға бағалаймын. Себебі ол ақырын айту керек еді, мәнерлеп және де сөзін ұмытып қалды. бір жерде сөз қайта айтты, иә? Басқа сөзбен алмастырып. Жақсы. Тамаша, отыра ғой, Наргиз, рахмет. Шәкәрім Құдайбердіұлы біздің Шығыс Қазақстан өңірінде, өздері білесіздер, Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы дүниеге келіп өздерің айттыңдар. Біз ұлылар елінде туғанымызбен мақтанамыз. Абайдай дара, Шәкәрімдей ойшыл, Мұхтардай заңғар жазушының елінде туып өскен. Біз сендер бүгінгі күнгі тақырыпты жете меңгеріп, Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығымен кеңінен танысуға, оқыған әрбір дүниені жадыңызға сақтауға міндеттіміз. Біздің мектебімізде де Шәкәрім Құдайбердіұлыға арналған бұрыш бар кітапханамызда. Бүгін сендердің алдыларына көрмелерден бұрыш қойып отырып, сабақтың соңында, сабақтан кейін қосымша шығармалар алып танысуларына болады. Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы қазір кітаптардың 58-ші бетіндегі оқылым мәтінін оқимыз. 3 минут уақыт оқылым мәтінін оқуға уақыт кетті. Бірінші тыңдап алайық.
мәтінді түсініп оқимыз, мәтін бойынша сұрақтар жүйелейміз, дайындаймыз, мәтіннің толық мазмұнын меңгереміз. Түсінікті, иә? Кеттік, уақыт, кеттік. Екі минуттар қалды. Бір минуттар қалды. Уақыт аяқталды. Оқулықты жабамыз. Оқулық мәтіні бойынша қазір ең бірінші тірек сөздер сөйлеуде стратегиясын жүзеге асырамыз. Ол үшін дәптерді ашып, өкілімді жазып, Шәкәрім Құдайбердіұлы өмірмен шығаратын деп жазып қоямыз. Әдемі жазамыз. Жаз. Жазу көркем, әдемі болу керек. Сауатты болу керек. Болған оқушы қалса қойып қоямыз. Жақсы. Жылдамдатамыз. Ерке болған жылдам. Қалсақты қоямыз. Гүл тақтаға апарайыз. Тірек сөздерді оқып жаттаймыз. Уақыт 30 секунд. Кәне, дайындығымыз көрсетейік. 1, 2, 3. Уақыт кетті. Қалсақ тастаймыз. Тек жаттаймыз. Қалсақ оқып.
өйткені мен ойшыл кемеңгер сөзін жазып кете алмай қалдым. Жақсы, төртінші тірек сөз жаза алмай қалдым. Мен өзімді оннан 8 бағалаймын, себебі мен де бір сөзге жетпей қалдым. Жақсы. Мен ondan 8 bağlayayım, ben daha da bir söz istiyorum. Сен де бір сөз жетпей қалды. Жақсы. Әлия? Мен өзімді 10 балға бағалаймын, себебі мен 7 сөздің жетеуінде жазып көрдім. Тамаша, өте жақсы. 7 тірек сөздің жетеуінде жазды. Мен 7 сөздің 6-ын жаздым, оған үлгердім. Біреуіне көрмей қалдың, иә? Жарайды. Неше балл деп өтіп қаласың қайға? Оның 7. Жарайды. Сен? Şimdi 7 sözün 6'ındasın, özünde 7 bağla. Жарайды, жақсы. Тамаша, отыра қойды. Яғни 6 сөз жазған оқушылар, 7 сөз жазған оқушыларға не жетіспей қалды? Жылдамдық, есте сақтау, уақыт. Тамаша. Олай болса, жаңағы оқу мәтіні бойынша жылдан бір топқа сұрақтар қойып жіберейік. Оқу мәтініне сай. Ауыл молдасына неше жасында білім алып болған? 5 yaşında. Толық жауап бере ғой. Толық. Жаздай бер. Бұл Ауыл молдасына 5 yaşında vardı. жақсы. Келесі сонда. Шәкәрім Құдайбердіұлы қандай тілдерді жетік меңгерді? Араб, парсы, орыс тілдерін меңгерді. Олар осының арқасында ол аудармашы болып кітаптарды аударды. Осы тілдерді меңгердің арқасында тамаша толықтырып жатыр. 1911 жылы Шәкәрім Құдайбердіұлы қандай кітаптар жарық көрді? Түрік, қазақ, қырғыз һәм хандар шежіресі. Және де мұсылмандық кітабы. Яғни бұл шығармалар Шәкәрімнің көз тірісінде жарық көрген шығармалар, иә? Тамаша. Енді қазір топтық жұмысты жасау бұрын 2 минут топта осы оқу мәтінін талқылаңдар. Топтық жұмыс қазір сіздер жасайсыңдар. Тәтті жауап қоямыз, жылдам. Бір-бірге түсіндіріп, кім не білді? Бір-бірі тоқты. Шығарсам дауыстардан бір-бірге түсіне қалсыңдар. Onun әкесі 18 жасында әкесі Шәкәрім Құдайбердіұлы әкесі Құдай салды. Абай әкесі 18 жасында қайтыс болған. Осы кезде Шәкәрім Абайдың қолында бір жүзге жүрді. Ол ауыл молдасынан 5 жасынан бастап барды. Оның жылы Шәкәрім болды. Шәкәрім 18 жас кезінде жасының әкесі Құдайберді Мәжімбазы Құдайберді ол абайдың ағасы болған. Жақсы. Енді осы талқылау жүйесі бойынша постер қорғайсыздар топта. Постер қорғамас бұрын бірінші бағалы критерийіне мән береміз. Оқу мәтініндегі дүние, жалпы Шәкәрім шығармашылығы туралы не білеміз, толыққанды қамтылу керек. Постердің бірінші бағалы критерий, екінші сауатты, ұқыпты жазылу керек. Үшінші постер қорған кезде қандай тұрғыда постерді жасап жатырсыңдар, соны толыққанды түсіндіріп қалдай білдіру керек. Жылдар. Уақыт кетті. Қай топ бірінші постер айтылып, сол топ қорғауға шығады. Сол кезде уақыт тоқтатады. Бірге жұмыс жасаймыз, бір оқушы салып жатқанда келесі оқушы жазып, топтық жұмысты дайындай береміз.
Жылдам, екінші топ, бірінші топ. Өте жақсы. Нәтижесі. Орыс жазушылар, шығармалар. Лев Толстой, Пушкин. Міне, фломастер көрінеді дейді. Топтаймызда көрсетеміз. Жақсы. Олай болсын. Бәрін қоямыз. Бірінші топ дайын болды. Келеміз. Жылдам. Постерлерді де қойды. Свет жаққа десе, үшінші топ ар жаққа. Жақсы. Бірінші болды, бірінші топ. Олай болса, бірінші топ иә? Қай отыра қойыңдар, екінші топ отыр иә? Бірінші топты тыңдаймыз. Толғын отыра берсең болады. Шәкәрім Құдайбердіұлы, Көрмейді. Сол қастаймыз, тастатпаймыз. Мұқият тыңдаймыз. Өйткені бір топ, екі топты бағалаймыз ғой. Бағаны кеттік. Наргиз айтады. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1878 жылы туылған және 1941 жылы қайтыс болды. Ол кісінің ең танымал поэмаларының бірі «Қалқан мамы» және де «Еңлік кебек». Ол кісі Шәкәрім Құдайбердіұлының екі рет есімі анықталған. Ол 1959 және де 1988 жылдары. Шәкәрім Құдайбердіұлының шын есімі Шәкәрім. Және де 1959 жылы оның не сақталған кезде ол кісіні газетке шығарып, ол кісі туралы жазғандықтан сол газетке шығарған кісілерді жазалаған. Ол кісі Ойшыл кемеңгер болған. Және де орыс жазушылары Лев Толстой және де Пушкиннің аудармалары, сол кісілердің өлеңдерін, шығармаларын аударған. Және де ол кісі әкесі 37 жасында болғанда Шәкәрім Құдайбердіұлы әкесінен айырылған. Және де сол кезде әкесінен айырылғаннан кейін барып абайдың қолынан келген. және де Шәкәрім Құдайбердіұлы араб, парсы тілдерін жақсы меңгерген және аудармашы болған. Және де біз осы постерда сандық ретінде салдық, сыр сандық ретінде. Себебі біз Шәкәрім Құдайбердіұлы ол кісі біздің осы қазіргі жастарға бүкіл өнерін үйреткен және де өзінің ойынан өткен өнеге бәрін ойындағы өзінің ақылды екендігін осы біздің қазіргі кездегі жастарға осыны көрсетіп, қазіргі жастар сондай болсын деген мақсатқа осы шығармаларды жазып кеткен. 1931 жылы екінші қазанда орысына атып өлтірген. Ол ақылды. Жақсы, тамаша. Шәкәрім Құдайбердіұлының жаңа ғана Наргиз айтты. Әкесі қайтыс болғаннан кейін немере ағасы Абайдың тәрбиесінде болды деп, иә? Шәкәрім өз шығармаларын көбінде жаңағы тірек сөзде оқыды. Жастарға деген өлеңінде Абайдан тақылым алуды, Абайдан
иә, жақсы, тамаша. Олай болса, бірінші топқа кері байланыс беріп, бірінші топтың постерін және бағалаймыз екінші топ. Ол бағалайтын болсам, 9-ға 16 жүйме 9-ға. Себебі екеуі кезектесіп, бір-бірін толықтырып айту керек. Наргиз өзі жалғыз сөйлеп тұр, Мансұр дұрыс айта алмай тұр. Және де өзінің ойын дұрыстап, Наргиз сияқты жеткізетін болсам,